Шыны түтікшедегі газ молекулалары N және сол шыны түтікшедегі газдың зат мөлшері мен Авогадро тұрақтысы арасында өзара қандай байланыс бар? Енді біз газ күйінің теңдеуін кішкене түрлендіреміз. Na саны және K универсалды тұрақты шамалар. Ендеше олардың көбейтіндісінің мәні де тұрақты шама болып табылады. Сондықтан, біз оны R деп белгілеп, универсал газ тұрақтысы деп атаймыз. Универсал газ тұрақтысының R мәні қандай? Жауабы мұнда көрсетілген. Нәтижесінде біз газ күйінің теңдеуін PV νRT түрінде жазаламыз. Бұл өрнекті кейде Клапейрон теңдеуі деп атайды. Шамамен алғанда қалыпты жағдайда кез келген газдың 1 молі 22,4 дециметр куб көлемді алады.